Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы саған саяхат ұнай ма? Сегодняшняя тема урока «Тебе нравится путешествие?» 127 бетті ашыңдар, открой 127 страницу. Жаңа сөздер: саяхат, путешествие, тереді, жинайды, собирает. Саяхат, путешествие, тереді, собирает, жинайды, собирает. 127 бетте сөйлемдер берілген. Мен саяхатқа барамын. Я поеду или пойду в путешествие. Сен саяхатқа барасың. Я поеду в путешествие. Ол саяхатқа барады. Он или она поедет в путешествие. Отбасыммен саяхатқа барамын. С семьей поеду в путешествие. Велосипедпен барамын. Поеду на велосипеде. Оқылым, чтение. 127 бет. Бұл жерде сурет берілген, суреттің астында мәтін берілген. Мәтінді оқимыз, аударамыз. Демалыста отбасыммен саяхатқа шығамын. На каникулах со своей семьей выйдем в путешествие. Тауға велосипедпен барамын. В горы поедем на велосипеде. Тауда әкем мен доп ойнаймын. В горах с отцом буду играть в мяч. Анаммен бадминтон ойнаймын. С мамой буду играть в бадминтон. Анам гүл тереді. Мама будет собирать цветы. Тауда жақсы дем аламыз. В горах будем хорошо отдыхать. Айтылым, 128 бет, бірінші тапсырма. Бұл жерде екі сұрақ берілген. Бірінші сұрақ: бірінші суретте не бар, не жоқ? Екінші суретте не бар, не жоқ? Бірінші суретте на первой картинке не бар, не жоқ. Не бар: ағаш, тау, өзен, тас, гүл, доп, сөмке. Не жоқ: велосипед, жоқ. Екінші суретте не бар, не жоқ? Не бар, что есть? Тау, велосипед, сөмке. Не жоқ: ағаш, жоқ. Жазылым, екінші тапсырма, 128 бет. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Вместо картины нужно вставить слово. Здесь картина гора, гора тау. Мен демалыста тауға шығамын. Я на каникулах выйду, поднимусь в горы. Мен тауға велосипедпен барамын. Я в горы поеду на велосипеде. Мен тауда әкем мен доп ойнайым. Я в горах буду играть с мячиком. Анам гүл тереді. Мама будет собирать цветы. Айтылым, үшінші тапсырма, 128 бет. Бұл жерде сызба берілген, дана схема. Сөйлем құрастырамыз. Сен демалыста бассейнге барасың ба? Ты на каникулах пойдешь ли в бассейн? Сен демалыста тауға барасың ба? Ты на каникулах пойдешь ли в горы? Сен демалыста киноға барасың ба? Ты на каникулах пойдешь ли в кино? Или демалыста можно сказать выходные дни. Мен демалыста бассейнге барамын. Мен демалыста тауға барамын. Мен демалыста киноға барамын. Сонымен балалар, сабағымыз